Сөйтіп айтады, ал қияметке сенбейтін адамдар, олардың жүрегі теріс бұрылып қалғандар. Олар тәкаппарлықтың себебінен дейді. Біліңіз, осы дүниедегі ең үлкен дерт менмендік, тәкаппарлық. Оны заманауи тілде эгоцентризм деп айтамыз. Яғни менің эгом, яғни мен бүкіл әлемнің жердің кіндігімін. Иә, қазіргі заман психологтары айтқан сөздерді көп адам дұрыс түсінбейді. Ойлайды, психология айтады, сен бірінші өзіңді ойла дейді. Өз-өзіңе өмір сүр. Әйелге де айтады, еркекке де айтады, өзіңді ойла, өзіңді ретте, өзіңді сыйла дейді. Бірақ бұны дұрыс түсіне біліңіз, бұны біздің дінімізде айтып кетті. Біздің дінімізде айтып кетті. Қалай деп айтты? Құран-ы Кәрімде Алла тағала айтады: «Я айюхалладина аману», ва иман келтіргендер, қу, сақтаңдар, анфусакум ва ахликум нара вақудухан насу вал хижара. Отыны таспенен адамнан болатын дозақтан өздеріңді де жанұяларыңды қорғаңдар, бірақ бірінші өздеріңді деп айтады. Байқадыңыз ба? Дұға қылғанда да өзіңізден бастайсыз. Ғибадат, құлшылықты да өзіңізден бастайсыз. Имандылықты да өзіңізден бастайсыз. Құран-ы Кәрімде тағы да сөз бар. Өзің істемейтін сөзді жұртқа айтпа дейді. Тым болмаса бір рет болса да істе, соған өзің қарсы болма дейді. Былай қарағанда бірінші адам өзін реттейді. Біздің мысалы сол үшін айтады, Алла тағала қандай пайғамбар жіберсе, сол пайғамбар жіберілген Алланың бұйрығын толық орындап халыққа көрсетеді. Мысалы, мына Құран-ы Кәрім кітабы осы жердегі адамзатқа берілген бұйрықтың бәрін пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям істеместен дүниеден өткен жоқ. Осының бәрін не жазылды? Осының бәрін істеп көрсетті. Сосын барып еңбегім бітті деп дүниеден өтті. Ендеше біліңіз, дін, біздің дініміз өзіңізді құрметтеуден тұрады. Өзіңіздің құрметіңізді білуден тұрады. Қазіргі заманның айтып атқаны бұл тәкаппарлық деген сөз емес. Тәкаппарлық деген сөзді пайғамбарымыз нақты түсіндірген. Тәкаппарлық дегеніміз ол өзгені өзіңнен төмен санап, хақиқаттан көз жұму дейді. Екі сипат. Пайғамбарымыздың сөзі. Екі сипат. Өзгені өзіңнен төмен санайсың, яғни дұрыс емес санайсың, ал екіншісі ол хақиқаттан көз жұмасын. Заманның психологиясы не дейді? Қазіргі заманауи психологияның нақты ең соңғы нүктесі қаяққа алып баратыр адамды десе, былай деп айтады психологияда. Осынша айтпақшы болған нүктелерім, айтам деген ғылым білімімнің барлығы мына нәрсені білдіреді дейді психологияда. Адам қандай болу керек? Қаяққа алып бару керек адамды десе, сенің жаныңда болып атқан уақиғалар, адамдар, бүкіл жағдайлар, бүкіл қыбыр-жыбыр құбылыстар барлығы сені өзіңнің кәлияңнан шығара алмайтын. Түсінікті ма? Сен өзің кәлияңнан шығып кеткеуің керек. Яғни біреу бір нәрсе қос, ашуланып, анаған жанып, мынаған күйіп емес. Сен өзіңмен өзіңсің. Жұрт өзімен өзі деген дәрежеде түсіністікпен қарайтындай. Ол біріншісі. Екіншісі, және осы қоршағанның бәрін, өзіңнен басқаның бәрін жақсы көре алсаң, сен жетістікке жеткен адамсың дейді. Психология айтады. Жан жақтың бәрін жақсы көру деген сөз өзінен төмен санау емес қой. Білесіз ба? Көп адамдар осы жерді түсінбейді. Психология адамды эгоизмге үйретеді дейді. Сіз психологияны оқымадыңыз. Сіз психологияны түсінбедіңіз. Басынан оқыңыз. Психология адамды өзін деп үйреткенде өзгені жек көр деп үйретпейді. Өзіңді жақсы көр, өзіңді құрметте дегені өзгені құрметсіздікпен қара деп үйретпейді. Бәлки өзінің, әркімнің өзінің құрметі бар, бірақ сол жұрттың құрметінің жанында сен өзіңді түсіріп қойма дейді. Өзіңнің құрметіңді біл дейді. Неге екенін айтайын ба? Біздің дінде сізді кім жаратты? Алла жаратты. Алла жаратқан затты сіз төмен санауға қақыңыз бар ма? Жоқ. Неге сіз өзіңізді төмен санайсыз? Сіз өзіңізді неге жек көресіз? Сіз өзіңізді жек көруге хақыңыз жоқ дін бойынша. Өйткені сізді Алла жаратты.
Сізді жаратты деген сөз, Алла тағала сізге деген сезімі болмаса, назары түспесе сізді жаратпайды. Сіз осы жердегі барлығыңыз Алла тағаланың назары түскен жансыздар. Өзі қалап, қалауы түскен жансыздар. Өзі қалады сіздің дүниеге келуіңіз. Осындай болуыңызды қалады. Сізге Алланың назары ауған, қалауы ауған затсыздар. Сізбенен Алланың арасын өзіңіз ойлаңызшы. Алла кім? Бүкіл әлемнің, патшалардың патшасы. Сізге назар салып сізді жаратса, сізді жоқтан бар қылса, сізге қалауы түссе, не деген үлкен құрмет. Сіз ол қалауы түскен затты, назары түскен затты жек көруге хақыңыз жоқ. Соны білсеңіз екен. Бұл біздің заманның психологиясы айтады. Біздің дініміз бұны 15 ғасыр бұрын айтып кетті.